И сразу ответ, все сетевич керек. Кеттик, попробуй, опа, вот, молодцы. Балдар үшірмен тренировка ертең саат 10-да башталады. Али сен кечікпей келгін, Данил сен кечікпей келгін. Assalamu alaikum. Çodan trенировка қандай болды? Сон бұйырса, өзіңіз қандайсыңдар? Бағы проблемалар бойынша да ал кішіне аласа бересе бар болды. Барып кішіне тұр берсең. Как-никак чемпионсың да. Қандай болады екен бұл жағы? Жүреді өзге, сен үшін проблема емес та, сен спортсмен болсаң өзің үшін деп барып келмейсіңіз бе? Все, хорошо. Кеттік анда. Қандайсыңдар? Бірақ қолыңды сүреле сөйлей. Videonu gördüm çempiyon. Özün çempiyon bala ekensin. Emне түрткі oldu bu? Баланың ахвалы ауыр дейді. Қандай болады екен бұл жағы? Жүреді өзге, сен үшін проблема емес та, сен спортсмен болсаң өзің үшін деп барып келмейсіңіз бе? Жандан дөң бөлінді жатады. Бұған не себеп болды? Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жасаган 14 жаштан 18 жашка чейинки балага эркиндигинен ажыратуу мөөнөтү төмөндөгүдөй белгиленет. Анча оор эмес кылмыш үчүн 2 жылга чейин, оор кылмыш үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин, өзгөчө оор кылмыш үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин. Ошондой эле кылмышка барган баланын ата-энелери же аларды алмаштырган адамдарга жазана каралганын унутпаңыз. Баланын келечегине балта чаппайлы. Жөнөкөй бейбаштык оор кылмышка өтүп кете электе алдын ала алат.